Саламатсызбы достар, бұл біздің ата-анамыз Германияда тұрып жатыр. 20 жыл бұрын Қазақстаннан Қостанай облысынан көшіп келген. Толық видеоны біздің ас болсын арнамызда көре аласыз. Ал енді ата-анамыздан ән қабыл алыңыз. Кешікпей келіндерім, мен тұрмын елімдемен. Жол ұзаққа қараймын, сен жоқсың арайлы. Кешікпей келіндерім, мен тұрмын елімдемен. Күшті, керемет. Енді Кенесарыны айт, Кенесары үшін өлеңдерін. Кенесары, ой, ол енді мен естідім. Біраз бұрында үлкен кісілер айтып отырғанда ол кісілер тығылып айтатын еді. Ол кезде ол Кенесарын айтуға болмайды. Халық жау деп сайлаған орыстар. Сосын бізге айтқызбаған. Бірақ соның ішінде үзінділері қалды. Бір шамалы үзіндісін білем. Соны айтып берейін. Жүрек жолдардан асы, әркімнің алапанасы, жан біткенге не сөйлем. Дарияның аққан саласы, үйсіздерге үй болған биотаның қанасын. Кенесары Наурызбай, Абылай хан атасын. Әуелге беткен қонысы, жайлауы құс-құснау, ода соның банасын. Кенесары ер болды, ел ішінде бір болды, асу қиын бел болды. Қарсы келген адамның көзінің жасы көл болды. Арғатасы Абылай, Қасым ханның баласы, Кенесары батырдан. Наурызбай туды ер болып, бір шешеден артынан, екеуінің бағасты. Қара қазақ халқынан бұл естеген елдердің денесі балқыған. Ер Наурызбай ойлайды, текке жаумен мінсем деп, найза теспес, оқ етпес. Шегір сауыт кесем деп, кенекемнің артынан жолдасы болып ерсем деп. Ұмтылыңдар елдерім, жан-жағыңа қарамай, мұдақтың қойғын жібермес, шығыр жоқ қармай. Абылай ханның баласы, Қасым туған Қасымды, арғы тегін сұрастан шынжырғаттар асылды. Саржан атқа мінген соң төренің бағы ашылды. Жаңғыз сары не болады, есен келді қосылды. Кімге барып теңейсіз, Наурызбайдай жасыңдай. Ойде! Ал осымен мінеки батамызды бердік. Бәріңе амандық тілеймін. Отбасыларың аман болып, енді бәрі де әлі есімізде, бәрін ұмытпаймыз, бәрі бізде жақсы. Сау болыңдар. Мен де сендерге бәріне бақыт тілеймін, денсаулық, балалардан рахат көріңдер. Аумин. Рахмет.